20 тамыз жұлдыз жорамалы. Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін біз сіздермен бірге 20 тамыздың жұлдыз жорамалына көз жүгіртеміз. Бұл күн ерекше энергияға толы, көптеген адамдар үшін жаңа мүмкіндіктер мен тосын оқиғаларға жол ашады. Әр жұлдыз белгісінің алдында тұрған сынақтар мен қуанышты сәттері бар. Кімде қаржыда өсім болады, кімде махаббатта жаңа кезең басталады, ал кімге өз денсаулығына көбірек көңіл бөлу керек, бәрін бірге талқылаймыз. Бұл күнде жұлдыздардың орналасуы сізге біршама өзгерістер әкеледі. Кейбір белгілерге батыл қадам жасау қажет болса, кейбіреулерге сабыр мен шыдамдылық керек болады. Арнайы сіздер үшін әр белгіге жеке-жеке тоқталамын. Бұлтыдан бастап балықтарға дейін. Олай болса, ыңғайланып отырыңыздар, өз белгіңізді тыңдап, алдағы күніңізді дұрыс жоспарлап алыңыз. Тоқты. 20 тамыз тоқтылар үшін қарқынды әрі белсенді күн болмақ. Сіз бүгін өзіңізді тоқтаусыз алға жетелейтін ерекше күш-қуатты сезінесіз. Жоспарлаған істердің барлығы біртіндеп жүзеге аса бастайды. Жұмыс пен мансап. Бүгін сіздің көшбасшылық қасиеттеріңіз алдыңғы қатарға шығады. Егер топпен жұмыс істесеңіз, басқалар сіздің сөзіңізге құлақ асып, идеяларыңызға сенім артады. Әсіресе жаңа жобаларға кірісуге қолайлы уақыт. Жұлдыздар сізге тәуекел етуден қорықпауды кеңес береді, бірақ асығыстық жасамаңыз. Қаржы. Ақша мәселесінде күтпеген жаңалықтар болуы мүмкін. Көптен күткен төлемдер қолыңызға тиіп, табысыңыз артуы ықтимал. Бірақ қажетсіз шығындарға жол бермеңіз, өйткені сіздің энергияңыз мол болғандықтан артық ақша жұмсап қою қаупі бар. Махаббат. Жалғыз тоқтылар үшін бұл күн қызықты таныстыққа толы болуы мүмкін. Жаңа кездесулер жүрегіңізді дүрсілдетіп, ерекше әсер қалдырады. Ал отбасылы немесе қарым-қатынаста жүрген тоқтылар серігімен ашық әңгіме жүргізіп, қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік алады. Денсаулық. Энергияңыз жеткілікті болғанымен ұйқыны дұрыс қадағалаған жөн. Кешкі уақытта спортпен айналысу немесе таза ауада серуендеу сіздің күш-қуатыңызды қалпына келтіреді. Кеңес. Бұл күнде тоқтыларға басты кеңес мақсатыңызға сеніп батыл әрекет ету. Бірақ асығыс шешім қабылдаудан сақтаныңыз. Жұлдыздар сізге қолдау көрсетіп тұр. Торпақ. 20 тамыз торпақтар үшін тұрақтылық пен сенімділікке ұмтылатын күн болмақ. Бүгінгі күн сізге жаңа мүмкіндіктер ғана емес, сонымен қатар өзіңізді дамытуға, ішкі жан дүниеңізге үңілуге мүмкіндік береді. Жұмыс пен мансап. Жұмыстағы табандылығыңыз бен шыдамдылығыңыздың арқасында көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Қазір асықпай, жоспарлы түрде жұмыс істеу сізге үлкен табыс әкеледі. Әріптестеріңіз сіздің сенімділігіңізге сүйеніп пікіріңізді бағалайды. Егер жаңа бастамалар ойластырып жүрсеңіз, оларды қағазға түсіріп, нақты жоспарлауға қолайлы күн. Қаржы. Ақша мәселесінде тұрақтылық байқалады. Қаржылық жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндік бар, әсіресе ескі қарыздар қайтса, немесе қосымша табыс түссе. Бірақ жұлдыздар қазір ірі шығындардан немесе қымбат заттар сатып алудан сақтануға кеңес береді. Әр теңгені дұрыс жоспарлап жұмсасаңыз, алдағы уақытта мол табысқа жол ашасыз. Махаббат. Торпақтар үшін махаббат саласы бүгін ерекше маңызға ие болады. Жақыныңызға көңіл бөліп, жылы сөз айту арқылы қарым-қатынасыңызды нығайтасыз. Жалғыз торпақтар үшін бұл жаңа таныстық орнатуға қолайлы уақыт. Күтпеген жерден жүрегіңізге жақын адамды кездеруіңіз ғажап емес. Денсаулық. Бүгін денеңізге шамадан тыс салмақ салмаған жөн. Жұлдыздар денсаулыққа табиғи жолмен күтім жасауды ұсынады. Таза ауа, дұрыс тамақтану және жақсы ұйқы сізге қажет. Кешке жеңіл жаттығулар жасағаны артық болмайды. Кеңес. Торпақтарға бүгінгі кеңес шыдамдылық танытып, тұрақты қадамдар жасаңыз. Асығыстық сіздің табиғатыңызға сай емес, сондықтан баяу болса да дұрыс бағытпен жүріңіз. Жұлдыздар сізге мол табыс пен махаббаттың жылуын уәде етеді. Егіздер. 20 тамыз егіздер үшін ерекше белсенді әрі шабытқа толы күн болғалы тұр. Сіздің ішкі энергияңыз артып, жаңа идеялар мен жоспарлар толассыз келуі мүмкін. Бұл күн сізге қарым-қатынаста да, жұмыста да серпіліс әкеледі. Жұмыс пен мансап. Бүгінгі күнде егіздердің ойлау қабілеті ерекше қарқынды болады.
Сізге тың жобаларды бастауға немесе жаңа шешімдер қабылдауға жақсы уақыт. Көптен бері ойда жүрген бастаманы іске асыруға мүмкіндік бар. Әріптестеріңіз сіздің креативтілігіңізді жоғары бағалайды, ал басшылық тарапынан қолдау күтуіңіз ғажап емес. Қаржы жағынан күтпеген мүмкіндіктер туындауы мүмкін. Жұлдыздар сізге жаңа табыс көзін іздеуге немесе қосымша табыс табуға кеңес береді. Дегенмен артық шығыннан сақ болыңыз, эмоцияға беріліп қажетсіз зат сатып алу қаупі бар. Ақшаны дұрыс жоспарласаңыз, алдағы аптада жағдайыңыз әлдеқайда тұрақталады. Махаббат әлемінде егіздерге нағыз романтикалық сәттер күтіп тұр. Қарым-қатынаста жүргендер үшін бұл күн жылы сөздер мен сыйластыққа толы болады. Жақыныңызға тосынсый жасау қарым-қатынасты одан әрі жақсартады. Ал жалғыз егіздер жаңа таныстық орнатып қызықты адаммен сөйлесуі мүмкін. Бәлкім бұл таныстық үлкен сезімге ұласар. Денсаулық. Энергияңыз мол болғанымен өз-өзіңізді шаршатудан сақ болыңыз. Шамадан тыс ақпарат қабылдау немесе көп сөйлесу жүйкеңізді әлсіретуі мүмкін. Бүгін тыныш ортада демалып, табиғатта серуендеген пайдалы болады. Кеңес. Егіздерге жұлдыздардың кеңесі: ойларыңызды шашыратпай, бір мақсатқа жинақтаңыз. Сізде көптеген идея бар, бірақ олардың барлығын бірден іске асыруға тырыссаңыз, нәтиже шықпауы мүмкін. Ең маңыздысын таңдап, соған күш салыңыз. Шаян. 20 тамыз күні шаяндар үшін ерекше эмоционалды әрі тағдырлы күндердің бірі болмақ. Бұл күні ішкі түйсігіңіз күшейіп, көп нәрсені жүрегіңізбен сезінесіз. Жұлдыздар сізге өзіңізге сенуге, жүрек қалауына құлақ асуға кеңес береді. Жұмыс пен мансап. Бұл күнде сіздің табандылығыңыз бен жауапкершілігіңіз ерекше байқалады. Әріптестер мен басшылық сіздің еңбегіңізді бағалайтын сәт туады. Егер жұмыс ауыстыру немесе жаңа жоба бастау ойыңызда болса, бүгін алғашқы қадам жасауға қолайлы. Әдеттегі ұқыптылығыңыз сізді үлкен жетістікке жеткізеді. Қаржы саласында тұрақтылық байқалады. Қолда барды дұрыс пайдалана білсеңіз, қажетсіз шығыннан құтыласыз. Шаяндар үшін бұл күні инвестиция немесе ұзақ мерзімді жоспар құруға жақсы мүмкіндік туады. Кейбіреуіңізге күтпеген жерден қаржылық қолдау немесе сыйлық түсуі мүмкін. Махаббат. Бұл күнде махаббат шаяндардың басты тақырыбы болмақ. Отбасылы және қарым-қатынаста жүргендер серіктесімен ерекше жақындықты сезінеді. Сезімдеріңізді ашық айтуға, жүрегіңізді бөлісуге жақсы сәт. Жалғыз шаяндар үшін жаңа таныстық күтіп тұр. Ол таныстық жүрегіңізді жылытып, болашағы бар қарым-қатынасқа айналуы ғажап емес. Денсаулық. Эмоциялар күшейетіндіктен психологиялық тепе-теңдікті сақтау маңызды. Жұлдыздар сізге тыныш ортада демалып, су элементімен байланыс орнатуды ұсынады. Душ қабылдау, суға түсу немесе табиғатта серуендеу сізге күш береді. Кеңес. Шаяндарға жұлдыздардың кеңесі: жүрек қалауына сеніңіз және сезіміңізді жасырып қалмаңыз. Бүгінгі күнде сіздің ашықтығыңыз бен шынайылығыңыз айналаңыздағы адамдардың жүрегін жаулап алады. Арыстан. 23 шілде 22 тамыз. 20 тамыз арыстандар үшін ерекше күш-қуат пен шабыт әкелетін күн. Бұл күні сіз өзіңізді баршаға көрсете аласыз, сөзіңіз бен ісіңізге көпшілік назар аударады. Көшбасшылық қабілетіңіз артып, көптен бері ойда жүрген істерді жүзеге асыруға мүмкіндік аласыз. Жұмыс пен мансап. Бүгін жұмыстағы белсенділігіңіз артып, барлығы сіздің пікіріңізді тыңдауға дайын болады. Креативті идеялар мен жаңа бастамаларды ұсыну үшін тамаша күн. Жұлдыздар сізге батыл болуды, өз ойыңызды жасырмай айтуды ұсынады. Басшылықта әріптестер де сіздің энергияңызды сезінеді. Егер қызметте өсу немесе жаңа лауазым алу ойыңызда болса, бүгінгі әрекеттеріңіз болашаққа жол ашады. Қаржы тұрғысынан арыстандарға қолайлы кезең. Ақша табудың жаңа жолдары ашылуы мүмкін. Біреу бизнес бастауға немесе қосымша табыс көзін қарастыруға ұсыныс жасайды. Жұлдыздар сізге тәуекелден қорықпауға кеңес береді, бірақ шығындарыңызды бақылауда ұстағаныңыз дұрыс. Махаббат саласында оттай ыстық сезімдер күтіп тұр.
Отбасылы арыстандар үшін бұл күн серіктесіңізбен жақындасуға, ортақ жоспар құруға қолайлы. Ал жалғыз жүргендер үшін жүрекке от беретін ерекше таныстық орын алуы мүмкін. Сіз бүгін әдеттегіден де тартымды әрі харизмалы боласыз. Денсаулық. Күш-қуатыңыз мол болғанымен артық эмоциядан шаршап қалмауға тырысыңыз. Спортпен шұғылдану, таза ауада серуендеу сіздің энергияңызды дұрыс бағыттауға көмектеседі. Артық тамақтанудан абай болған жөн. Кеңес. Арыстандарға бүгінгі кеңес: жарығыңызды жасырып қалмаңыз. Сіздің харизмаңыз, батылдығыңыз және шабыттандыратын сөзіңіз айналаңыздағы адамдарға үлкен әсер етеді. Бикеш. 20 тамыз сіз үшін өзін-өзі дамытуға, жеке мақсаттарға жетуге және болашақ жоспарыңызды нақтылауға таптырмас күн. Бұл кезеңде сіздің ішкі сеніміңіз күшейіп, бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізуге мол мүмкіндік бар. Жұмыс пен мансап. Бүгін жұмыс орнында сіздің жауапкершілігіңіз бен ұқыптылығыңыз бәрінен ерекше байқалады. Әдетте сіз кішкентай нәрсеге де мән бересіз, ал дәл осы қасиетіңізді басқалар бағалай бастайды. Басшылық сізге жаңа тапсырма немесе маңызды жоба тапсыруы мүмкін. Бұл сіздің болашағыңыздағы мансап жолында маңызды рөл ойнайды. Егер жаңа жұмыс іздеуді ойлап жүрсеңіз, бүгін жақсы ұсыныстар келуі ықтимал. Қаржы. Қаржы жағы тұрақты, бірақ күтпеген кіріс келуі мүмкін. Ол сыйақы, бонустық төлем немесе ұзақ күткен қаражат болуы ықтимал. Дегенмен жұлдыздар ақшаңызды бекерге шашпауға кеңес береді. Үнемдеуді ойлаған бикештер болашақта үлкен мақсатқа қол жеткізеді. Махаббат. Бикештердің жүрегінде тұрақтылық пен сенім орнайды. Егер қарым-қатынаста болсаңыз, бүгін серігіңізге қамқорлық пен нәзіктік көрсететін күн. Қарапайым жылы сөз бен ықылас үлкен жақындық әкеледі. Ал жалғыз жүрген бикештер жаңа таныстыққа тап болуы мүмкін. Бұл кездесу сіз ойламаған жерден орын алып, жүрегіңізді жылтады. Денсаулық. Жұлдыздар сізге денсаулығыңызға ұқыпты болуды ескертеді. Ас қорыту жүйесіне назар аударыңыз, ауыр әрі майлы тағамнан бас тартқаныңыз жөн. Кешкі серуен немесе таза ауада уақыт өткізу сіздің ойыңызды сергітіп, жүйкеңізді тыныштандырады. Жалпы кеңес. Бикештер үшін бұл күн еңбектің нәтижесін көру күні. Сіз ұзақ уақыт бойы еңбек еткен істеріңіздің жемісін жинай бастайсыз. Өзіңізге сеніңіз, кішкентай қадамдардың өзі үлкен жетістіктерге жеткізеді. Таразы. 20 тамыз таразылар үшін ерекше үйлесім мен тепе-теңдік табатын күн. Сіздің ішкі жан дүниеңіз тынышталып, өмірге жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік туады. Бұл күн әділдік пен шындықты іздеу ғана емес, сонымен бірге өз орныңызды табу уақыты. Жұмыс пен мансап. Бүгін жұмыста сіздің дипломатиялық қабілетіңіз жоғары бағаланады. Әріптестер арасындағы кикілжіңді шешуде немесе ортақ келісімге келуде дәл сіздің сөзіңіз маңызды болады. Егер жаңа жобаны бастауға ойыңыз болса, бүгінгі күн қолайлы. Әділдік пен үйлесімділік сізді жаңа жетістіктерге жетелейді. Қаржы. Қаржы тұрғысынан тұрақты күн. Үлкен шығынға жол бермегеніңіз абзал. Қарапайым жоспарлау арқылы болашақтағы маңызды мақсаттарға қаржы жинақтай аласыз. Егер бұрын қарыз берген болсаңыз, оны қайтарып алуыңыз ықтимал. Махаббат. Таразылардың жүрегінде романтика артады. Қарым-қатынаста жүргендер үшін бүгінгі күн серігіңізбен ашық сөйлесіп, ортақ арман мақсаттарыңызды жоспарлауға өте ыңғайлы. Ал жалғыз жүрген таразылар күтпеген кездесу арқылы ерекше бір жанмен танысуы мүмкін. Жұлдыздар бұл таныстықтың болашағы бар екенін көрсетеді. Денсаулық. Сіздің денсаулығыңызға бүгінгі күнде көңіл-күй қатты әсер етеді. Артық ойдан арылып, өзіңізді бақытты сәттерге арнаңыз. Спортпен шұғылдану немесе йога жасаудың пайдасы зор. Табиғат аясында уақыт өткізу ішкі үйлесіміңізді күшейтеді. Жалпы кеңес. 20 тамыз таразыларға бейбітшілік пен тепе-теңдікті табу күні. Сізге қажеті асықпай, жүрек қалауын тыңдау. Әділдікке деген адалдығыңыз сізді жаңа мүмкіндіктерге бастайды. Саршаян. 20 тамыз саршаяндар үшін ерекше күш-қуат пен табандылықтың күні. Сіз өз ойыңызды батыл жеткізіп, өзгелерді сендіре аласыз.
Жұлдыздар сізге жаңа бастамалар мен жауапты шешімдер қабылдау үшін қолдау көрсетіп тұр. Жұмыс пен мансап. Бүгінгі күні жұмыста батыл әрекет жасауға тура келеді. Қиын тапсырмалардан қашпаңыз, өйткені дәл осы сәтте сіздің кәсіби қабілетіңіз ашылады. Басшылық тарапынан назарға ілігуіңіз мүмкін. Кейбір саршаяндар күтпеген жерден жаңа ұсыныс алады. Қаржылық тұрғыда күтпеген табыс болуы ықтимал. Егер бұрын бастаған ісіңіз болса, оның алғашқы жемісін көресіз. Дегенмен артық шығынға жол бермеңіз. Қаржыңызды тек өзіңізге пайдалы дүниеге жұмсаған дұрыс. Махаббат. Саршаяндар үшін махаббат саласы өте қызу болады. Қарым-қатынаста жүргендер үшін бұл күн эмоцияға толы. Жақын адамыңызбен қызғаныш немесе түсінбеушілік болуы мүмкін, бірақ ашық сөйлесу арқылы бәрін шешесіз. Ал жалғыз жүргендер үшін жаңа әрі әсерлі танысу күтіп тұр. Денсаулық. Энергияңыз көп, бірақ оны дұрыс бағыттай білуіңіз керек. Жүйкені шаршататын адамдардан аулақ болыңыз. Көп су ішу, табиғатта серуендеу сізді тыныштандырады. Жалпы кеңес. 20 тамыз саршаяндар үшін батылдық пен шешімділік күні. Сізді қиындық емес, жаңа мүмкіндіктер күтіп тұр. Өз ойыңыздан таймай, мақсатқа берік болыңыз. Мерген. 20 тамыз мергендер үшін ойға алған жоспарды жүзеге асыруға қолайлы күн. Сізді жаңа мүмкіндіктер мен қызықты ұсыныстар күтіп тұр. Әсіресе шығармашылық және саяхатқа қатысты істер сәтті болады. Жұмыс пен мансап. Бүгін жұмыстағы белсенділігіңіз артады. Идеяларыңыз өзгелерге шабыт сыйлауы мүмкін. Әріптестер сіздің бастамашылдығыңызды бағалайды. Кейбір мергендер жаңа жобаны қолға алады, немесе қызметте алға жылжуға мүмкіндік алады. Қаржы саласында тұрақтылық байқалады. Қосымша табыс көзі пайда болуы мүмкін, бірақ шығындарыңызды да бақылап жүріңіз. Инвестиция немесе жаңа бастамаға қаржы құю үшін жақсы күн. Махаббат. Жұлдыздар махаббатта ашық болуға кеңес береді. Қарым-қатынаста жүргендер үшін романтикалық сәттер күтіп тұр. Жақын адамыңыз сізге тосын сый жасауы мүмкін. Ал жалғыз жүрген мергендер жаңа танысудан ерекше әсер алады. Денсаулық. Бүгін спортпен айналысуға қолайлы күн. Көңіл күйіңізді көтеретін белсенді демалыс түрлерін таңдаңыз. Артық уайымнан аулақ болып, позитивті энергияға көңіл бөліңіз. Жалпы кеңес. 20 тамыз мергендер үшін жаңа идеялар мен мүмкіндіктер күні. Саяхат, жаңа танысу, шығармашылық бастамалар сіздің өміріңізді жарқын етеді. Тәуешкі. 20 тамыз тәуешкілер үшін табандылық пен шыдамдылық сынақтан өтетін күн. Сіздің еңбегіңіз еленіп, дұрыс бағытта келе жатқаныңызға көз жеткізесіз. Жұмыс пен мансап. Жұмыста жауапкершілік пен тәртіп басты рөл ойнайды. Бүгінгі күніңізді жоспарлап, істерді жүйелеп алсаңыз, көп нәрсеге қол жеткізесіз. Басшылық сіздің адалдығыңызды байқайтын сәт болуы мүмкін. Қаржылық тұрғыда тұрақтылық бар, бірақ үлкен шығынға бармаған жөн. Қаражатты сақтықпен жұмсаңыз. Алдағы күндері пайдалы мүмкіндік пайда болуы ықтимал. Махаббат. Тәуешкілер үшін махаббатта біршама сабырлық қажет. Жақын адамыңызға көңіл бөліп, жылы сөз айтыңыз. Жалғыз жүргендерге жаңа танысуға ашық болу ұсынылады, өйткені бүгінгі кездесу ерекше байланысқа әкелуі мүмкін. Денсаулық. Денсаулығыңызға назар аударыңыз. Артық күш жұмсамаңыз, әсіресе физикалық тұрғыдан. Дене мен жанға демалыс беретін қарапайым әдістерді қолданыңыз, таза ауада серуен, йога, тыныш музыка тыңдау пайдалы болады. Жалпы кеңес. 20 тамыз тәуешкілер үшін нәтижелі тұрақты күн. Еңбегіңіз бен шыдамдылығыңыз алдағы табыстың кілті болмақ. Су құйғыш. 20 тамыз су құйғыштар үшін шығармашылық пен жаңа идеяларға толы күн. Сіздің ойларыңыз ерекше, стандарттан тыс болғандықтан айналаңыздағы адамдарды таң қалдыра аласыз. Жұмыс пен мансап. Жұмыста тың идеяларды ұсыну үшін қолайлы күн. Әдеттегі тәсілдерден тыс ойлап басқаларға үлгі бола аласыз. Командалық жобаларда көшбасшы болуға мүмкіндік бар. Қаржылық тұрғыда күтпеген табыс немесе пайдалы ұсыныс түсуі мүмкін. Бірақ асығыс шешім қабылдаудан сақ болыңыз, әсіресе жаңа жобаларға қаржы салғанда.
Махаббат. Су құйғыштардың жүрек әлемінде романтика артады. Қарым-қатынаста ашық сөйлессеңіз, кикілжіңдер шешімін табады. Ал жалғыз жүргендер үшін бүгінгі күнде жаңа таныстық ерекше әсер қалдырып, болашаққа бастар қадам болуы ықтимал. Денсаулық. Энергияңыз мол, бірақ шамадан тыс асыра пайдаланбаған жөн. Бүгін спортпен шұғылдану, серуендеу және дұрыс тамақтану сізге үлкен пайда келеді. Жалпы кеңес. 20 тамыз су құйғыштар үшін шабыт пен жаңа мүмкіндіктер күні. Шығармашылық қабілеттеріңізді ашыңыз, ойыңыздағыны жүзеге асыруға қорықпаңыз. Балықтар. 20 тамыз балықтар үшін сезім мен интуициясы ерекше күшейетін күн. Сіз бүгін өзгелердің көңіл-күйін тез сезіп, кез келген жағдайды жүрекпен қабылдайсыз. Бұл рухани тереңдікке енуге, ойыңызды жинақтауға қолайлы уақыт. Жұмыс пен мансап. Балықтар жұмыста ұсақ түйекке мән бермей, үлкен суретті көруге тырысуы керек. Интуицияңыздың жетегімен дұрыс шешім қабылдай аласыз. Әсіресе шығармашылық саламен айналысатындар үшін шабытты сәттер келеді. Қаржы. Қаржы мәселесінде шыдамдылық қажет. Қосымша табыс көзі туралы ойлар пайда болады, бірақ әлі асықпау керек. Алдыңғы істерді аяқтап, сосын жаңа жоспарларды іске асырған жөн. Махаббат. Жүрек істерінде балықтар үшін өте нәзік күн. Қарым-қатынастағы түсінбеушіліктерді ашық әңгіме арқылы шешсеңіз, барлығы орнына келеді. Жалғыз жүргендер үшін романтикалық кездесу ықтималдығы жоғары, әсіресе рухани үйлесім табатын жан кездесуі мүмкін. Денсаулық. Эмоцияларыңызды бақылауға тырысыңыз. Артық уайым сізді шаршатады. Бүгін медитация, тыныш серуен немесе музыка тыңдау жан дүниеңізді тыныштандырады. Жалпы кеңес. 20 тамыз балықтар үшін рухани байлық пен жүрекке жақын істерге ден қою күні. Сезімдеріңізді жасырмай, шынайы болыңыз. 20 тамыз барлық жұлдыз белгілер үшін ерекше энергиясы бар күн. Бұл күнде әркімнің өмірінде өзгерістердің кішкентай қадамы байқалады. Біреу жаңа жоспарға кіріссе, біреу жүрек қалауына құлақ асады, ал енді бірі тек тыныштық пен тұрақтылық іздейді. Жұлдыздар көрсетіп тұрғандай, бүгін қарым-қатынаста ашық болу түсінбеушіліктерді жояды. Жаңа идеялар мен шабыт келуі мүмкін. Қаржылық шешімдерде асықпай әрекет еткен дұрыс. Денсаулық пен көңіл-күйге мән беру ең маңыздысы. Бүгінгі күнді мүмкіндігінше позитивпен өткізіңіз. Әрбір кішкентай жақсылыққа қуанып, болашаққа сеніммен қараңыз.